Әлемдегі ең жүйрік топ 5 жылқы тұқымы. Бұл тұлпарлардың жылдамдығы тас жолындағы көлікпен тең. Ал видео соңында қазақтың қай жылқысы нағыз жүйрік екенін айтамын. Міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Сонымен 5-ші орында Ақал теке. Аспан тұлпары атанған бұл жылқылар сұлулығымен де жылдамдығымен де танымал. Максималды жылдамдығы сағатына 64 км. Шөлге төзімді және өте ұзақ қашықтыққа шаршамай шаба алады. Жүні күнге шағылысса алтын түстес болып жылтырап тұрады. 4-ші орында Араб жылқысы. Әлемдегі ең көне және ең таза қанды тұқымдардың бірі. Максималды жылдамдығы сағатына 68 км. Бұл жылқылар тек жылдам емес, өте ақылды және иелеріне адал келеді. Олар марафондық қашықтықтардың нағыз патшасы. 3-ші орында Аппалузы тұқымы. Американдық бұл тұқым өзінің ерекше теңбіл түсімен және шапшаңдығымен ерекшеленеді. Максималды жылдамдығы сағатына 70 км. Бұл жылқыларды кезінде үндістер аң аулауға пайдаланған. Олар кенеттен жылдамдық алу жағынан өте мықты. 2-ші орында Ағылшын таза қанды тұлпары. Әлемдегі ең танымал бәйге аты. Ипподромдардың нағыз жұлдызы. Максималды жылдамдығы сағатына 71 км. Уиннинг Брю есімді жылқы сағатына 71 км жылдамдықпен шауып, Гиннестің рекордтар кітабына енген. Орташа қашықтықта бұған тең келер ешкім жоқ. Егер сізге ауыл шаруашылығы қызық болса, Агромен парақшасына жазылуды ұмытпаңыз. Ал 1-ші орында Кватер-хорс жылқысы. Ширек мильдің королі атанған әлемдегі ең жүйрік жылқы. Максималды жылдамдығы сағатына 88 км. 400 метрге дейінгі қысқа қашықтықта бұл жылқыға ешқандай жануар жете алмайды. Оның бұлшық еттері өте қуатты. Бұл оған орнынан оқтай атылуға мүмкіндік береді. Ал Қазақстанның нағыз жүйрік тұқымы қайсысы? Біздің мақтанышымыз Қостанай жылқысы. Бұл тұқым қазақтың жергілікті жылқыларын ағылшынның таза қанды тұлпарымен будандастыру арқылы шығарылған. Қостанай жылқысы сағатына 60-65 км жылдамдықпен шаба алады және біздің даланың климатына өте төзімді. Аламан бәйгелерде бұл жылқыға тең келетіндер аз. Ал сіз қай жылқы тұқымымен шабар едіңіз? Пікірге жаза кетіңіз.